Қайырлы күн, құрметті достар. Бүгінгі видеода бауырды үй жағдайында тазарту және қашан тазарту керектігі жөнінде айтатын боламыз. Адам бауыры 30-ға жуық биохимиялық функцияларды орындайтын ең маңызды органдардың бірі. Бауыр адам организмінде өзін-өзі тазарта алатындығымен ерекше. Алайда, бірнеше себептерге байланысты бұл орган істен шығады. Сондықтан көптеген адамдар оны тазалауға жүгінеді. Бүгінгі таңда көптеген клиникалар мен санаторийлер бауырды тазарту бойынша арнайы бағдарламаларды ұсынады. Бірақ сіз бірнеше маңызды ережелерді сақтай отырып, үйде бауырыңызға көмектесе аласыз. Видеоны жалғастырмас бұрын барлық материалдар тек қана ақпараттық мақсаттарға арналғандығын және кез келген дәрі-дәрмекті емдеу әдістерін қолдану бойынша кеңес алу үшін кәсіби мамандарға хабарласуыңызды, өзін-өзі емдеу сіздің өміріңізге қауіпті болуы мүмкіндігін есіңізге саламыз. Бауырдың ластану себептері. Бауыр ауруларының негізгі себебі алкогольдік ішімдіктері қолдану. Этил спирті ақуыз синтезіне, көмірсулардың түрленуіне және эндогендік компоненттердің шығарылуына жауап беретін орган жасушаларын бұзады. Осыған байланысты бауыр мөлшері ұлғаяды. Содан кейін созылмалы қабыну пайда болады. Рас, бауыр аурулары улы уланудан және дәрі-дәрмектерді қабылдаудан туындауы мүмкін. Дұрыс тамақтанбау да әсер етеді. Артық тамақтану, майлы және тәтті тағамдарды жеу, фастфуд әсіресе зиянды. Басқа себептер метаболизмнің бұзылуы, семіздік және вирустық аурулар. Маңызды органның жұмысына отырықшы өмір салты да әсер етеді. Достар, осындай және басқа да пайдалы видеоларды көру үшін каналды жоғалтып алмай жазылып кетуді және қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Егер сізде тері проблемалары, жүрек айнуы, тұрақты күйдіргі және кекіру, іш қату, аузыңыздағы ащылық сезім, метеоризм болса, онда сіз дәрігерге барып, бауырды тазарту туралы ойлануыңыз керек. Бауырды қалай тазартуға болады? Жоғарыда айтылғандай, бауыр өзін-өзі тазартуға қабілетті жалғыз орган. Ол сондай-ақ өздігінен қалпына келеді. Бауырдың 75% жойылса да, оны емдеуге болады. Бауырды тазарту үшін әдетте дәрігерлер дәрі-дәрмектерді, сонымен қатар арнайы тамақтануды тағайындайды. Егер сіздің бауырыңыз қатты зардап шекпесе және сіз токсиндерден арылғыңыз келсе және өзіңізді жеңіл сезінгіңіз келсе, онда сіз жасай алатын ең оңай нәрсе бөлшек және теңдестірілген тамақтануға көшу. Дұрыс тамақтану. Ең алдымен қуырылған, өте тұзды, ащы және ысталған тамақтарды, консервілерді күнделікті рационнан алып тастап, көкөністер мен жемістерді, ашытылған сүт өнімдерін және майсыз тағамдарды қосу керек. Олар өт ағуына көмектеседі. Лимон мен оның шырыны бауырды тазарту үшін жиі қолданылады, бірақ оның пайдасын растайтын ғылыми дәлелдер жоқ. Көптеген адамдар бірден 100 мл өсімдік майын пайдаланады. Бұл да дұрыс емес. Осылайша сіз майдың артық мөлшерін ғана аласыз. Бұл өнімдерді дозаланған түрде қосқан дұрыс. Бірақ та омега-3-ке бай балықты диетаңызға қауіпсіз енгізе аласыз. Оны бумен пісіру, қайнату немесе пісіру өте қолайлы. Балықтағы май қышқылдары бауырдағы қабынуды азайтады. Ең бастысы ақуыздардың, майлардың және көмірсулардың арақатынасын ескеру. Ал жануарлар майларын өсімдік майларымен алмастыру керек. Сонымен қатар бөлшек деп жеп аштықты болдырмау керек. Бауырды ала тікенмен тазалау. Бауырды шлактан, улы заттан тазалау үшін ала тікен, расторопша қажет. Ол үшін 1 шай қасық шөпті 1 стақан суға араластырып, отқа қоясыз. 3-4 минуттай қайнаған соң оттан алып, сүзіп қоясыз. Дайын болған тұнбаны түскі тамақтан соң 1 сағаттан кейін ішесіз. Емді біраз қасықтан қабылдау керек. Бауырды мейізбен тазалау. Алдымен мейізді тазалап жуып алыңыз.
Суды отқа қойып, қайнаған кезінде мейізді саламыз. 20 минут бойы жақсылап қайнатып алыңыз. Таңға дейін бөлме температурасына қойып қоясыз. Таңертең аздап жылытыңыз. Бұл суды аш қарынға күнделікті ішіңіз. Жарты сағаттан соң тамақтануға болады. Бауырды лимонмен тазалау. Жарты литр жылы суға лимонның жартысын немесе 3-тен 1 бөлігін қосып, күнделікті таңертең аш қарынға және кешке ұйқы алдында 1 стаканнан ішіп жүру керек деп жазады Ауырмаңыз газеті. Ол бауырдың көбірек ферменттер бөлуіне жәрдем береді, әрі бауыр табиғи жолмен тазалана бастайды. Су ішу балансы. Бауырды тазарту үшін жеткілікті мөлшерде сұйықтық ішу керек. Күніне кемінде 2 литр ауыз су ішу ұсынылады. Дәстүрлі медицинадан жасыл шайлар мен тұнбалар көмектеседі. Шөптердің артықшылығы олар тәуелділік тудырмайды. Салқындатылған тұнбаларды тіпті аш қарынға да ішуге болады. Сәбіз, қызылша және қиярдан жасалған көкөніс шырындары бауырға пайдалы әсер етеді. Оларды араластыруға да бөлек ішуге де болады. 1-2 апта ішінде күніне 2-3 рет жарты стакан ішу жеткілікті болады. Алкогольді сусындарды бауырды тазалау кезінде толығымен алып тастау керек. Су процедуралары. Шлактарды ағзадан шығару үшін монша немесе сауна туралы ұмытпаңыз. Қатты терлеу арқылы токсиндер шығарылады және тері кеуектері жақсы тазартылады. Осылайша, сіз әлі де иммунитетті жақсартып, денені жылыта аласыз. Бұдан бөлек ыстық ванналарды қабылдау да бауырға пайдалы болады. Бірақ жүрек қан тамырлары аурулары барларға ыстық ваннаны мұқият қабылдаған жөн. Дене белсенділігі. Отырықшы өмір салты өттің тоқырауын тудырады. Сондықтан спортпен және физикалық белсенділікпен айналысу өте маңызды. Бұл ретте кардио әсіресе пайдалы болады, бірақ қиын жаттығуларды алып тастау керек. Аурудың өршуі кезінде жаттығуға қатты беріліп кетуге болмайды. Дегенмен, сіз көбірек серуендеп жүре аласыз. Бұл жалпы жағдайға пайдалы әсер етеді. Күнделікті режим және ұйқы. Тамақтану мен физикалық белсенділіктен басқа толық ұйқы туралы ұмытпаңыз. Күнделікті 1 уақытқа жатуға тырысыңыз. 6 сағаттан артық ұйықтаңыз. Бауыр ұйқыда белсенді жұмыс істейді. Қандағы майларды және улы заттарды кетіреді. Түнгі сағат 1-ден 3-ке дейін ерекше белсенділік байқалады. Тазарту кезеңінде Е және С дәрумендерін, сондай-ақ антиоксиданттарды қабылдау ұсынылады. Көмекші заттардың дозасы мен қолдану мерзімін тек емдеуші дәрігер тағайындауы керек. Бауырды тазартудың және сақтаудың осындай қарапайым әдістерін қолданып көргеннен кейін, сіз өзіңізді жақсы сезінесіз және теріңіздегі өзгерістерді байқайсыз. Осылайша, сіз безеудің, акненің, құрғақтықтың және қызарудың алдын аласыз. Қарсы көрсеткіштер. Алайда, бауырды тазарту бәріне бірдей мүмкін емес. Оны холецистит, панкреатит және гепатиттің өткір фазаларында жасауға тыйым салынады. Созылмалы аурулардың өршуі, өт тастары, өт ағымының бұзылуы кезінде тазалау ұсынылмайды. Бұл процедураны жүкті әйелдер лактация кезінде де орындай алмайды. Дәрігерлер фибрилді және жүйке ауруы, қант диабеті, жұқпалы және вирустық аурулары бар адамдарға бауырды тазартуға тыйым салады. Мақала танысу сипатына ие. Кез келген жағдайда дәрігердің кеңесі қажет екендігін тағы да ескертеміз. Біздің видео ұнаған болса, лайк басуды, каналға жазылуды және қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Келесі кезекте қандай видео көргіңіз келетіні жөнінде комментарийге жаза кетсеңіз болады. Сіздің ойыңыз біз үшін өте маңызды. Ауырмаңыздар.